Құрт жегенде ішіңізде не болады? Бұл жай ғана тағам емес. Бұл қазақтың ақ алтыны. Даланың табиғи сникерсі. Ауызға салғанда оның тас сияқты қатты екенін сезесіз. Егер тісіңіз сынбай оны шыдап кемірсеңіз, демек сіз нағыз қазақсыз. Асқазанға түскенде ол асықпай баппен қорытылады. Өйткені бұл сізге ауызға салса еріп кететін химиялық кәмпит емес. Бұл нағыз қуат көзі. Ішекке жеткенде керемет процесс басталады. Таза кальций мен ақуыз сүйектеріңізге тарап, оларды темірдей қылады. Бұл шветке күш бітеді. Бабаларымыздың неге ат үстінде шаршамай шапқанын, неге батыр болғанын енді түсінген шығарсыз. Бәрі осы қырттың арқасы. Әрине, тұзы аздап шөлдетуі мүмкін. Бірақ бұл ағзазаға су іш, қазар деген пайдалы белгі ғана. Сондықтан шетелдің сағызы мен чипсін тастап, құрт жеңіздер. Сүйегіңіз асықтай, денсаулығыңыз тастай болады. Құртты жақсы көретін нағыз қазақ болсаң, маған тіркеліп лайк басып бет.